Сәлем, Тасболат. Уәдең қайда? Томпақ, сен қайдан жүрсің? Сен мені мектебіңе апарамын деп уәде бергенсің. Жарайды қазір. Томпақ, сенің мектепті көргім келген еді ғой. Қане, тез жинал. Кішірейіп, мына сөмкенің ішіне кір. Қане? Мен дайынмын. Тамаша, қатып кетті. Бірақ сөйлеме жүр. Ұқтың ба? Түсіндім. Сенімен сөйлесемін деп, сабақтан кешігетін болдық. Тез, кеттік. Тағы да кешіп келдің бе? Апай сабақ басалып кетті, тез өтпе дейінші. Ой, бұрмай, тоқта. Тәртіп деген керек. Тәртіпсіз көгермейміз. Білесің бе оны? Апай сізбен сөйлесіп тұрсам, тағы да 5 минутке кешкем. Өтпе дейінші. Өт. Бұдан кейін кешіксең кіргізбеймін, естідің бе? Сіз не, директорсыз ба не? Ой, маман өтті бе? Ой, тоқта тұрмын, саған қазір көрсетейін. Қане балалар, мына бір суретке назар аударайық. Мынау Надира бегімнің салған суреті. Жайлау, қызғалтақ, әдемі ме? Жарайсың, Надира бегім, отыра ғой. Қане, басқаларың не салып жатсыңдар? Берік, не салып отырсың? Бұл менің атамның жайлауы. Жарайсың. Жасмин, мына бір жасыл адамың қандай өзі? Құлағы сырнайға ұқсай ма? Иә, дәл солай. Ол тіршілік иесі. Өзге ғаламшардан келген. Расында да қызық екен. Есімін кім деп қоясың? Томпақ деп. Көресің. Шырт.
Карын тойды. Енді бір мызғып алсам ғой. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Сонымен балалар, ай, күн, жұлдыз дегендер аспан денелеріне жатады. Ағай, аспанда қанша жұлдыз бар? Мұны әлі ешкім толық санап көрген жоқ. Бірақ осы сұрақты Қожа Насырға қойған кезде, Қожекең ойланбастан 6 миллиард 711 депті. 6 миллиард ба? Иә. Ал енді мұны қайдан біліп қойдыңыз дегендерге сенбесеңдер өздерің санап көріңдер депті. Таныш дедім ғой мен саған. Тасболат, Таныш! Ағай, ал сіз жұлдызнамаға сенесіз бе? Жұлдызнама деген расында да барлық адамды қатты қызықтырады. Адамның алғаш дүниеге келген сәтіндегі жұлдыздардың орналасуы ықпал етпей қоймайды. Сондықтан да кейде жұлдыз жорамалдар топпа-тура сәйкес келіп жатады. Таныш, бер қараңдар. Мәселен мына мен. Мен жұлдызнама бойынша таразы шоқ жұлдызындамын. Яғни Тыныш дедім саған. өте сабырлымын. Таныш! Қазір тағы шуласаңдар, сабақтың аяғына дейін түк тұрғызып қоям. Қай жерге келдім жаңа? Сіз сабырлысыз! Өте сабырлы, өте мейірімді. Не еді жаңағы? Сіз мейірімдісіз! Иә, өте мейірімді және есте сақтау қабілетім өте жоғары екен. Сонымен бүгінгі күннің тақырыбы күн жүйесіндегі ғаламшарлар. Жаңа айтып өткендей, күн жүйесінде 9 ғаламшар бар. Күн жүйесінде 11 ғаламшар бар. Олар күнді айналып жүреді. Томбақ. Жарайды. Тасболат, сен осы кіммен сөйлесіп отырсың, а? Ағай, мен жайыншин. Кешіріңіз. Кешірмеймін. Шық тақтаға. Кел, шық. Қане, мына балдарға түсіндіріп айтып бер.
күн жүйесінде қанша ғаламшар бар? 9 емес, 11 деп айт. 11. Қанша? Қанша дедің? Сен осы қай құлағыңмен тыңдап отырасың, ә? Мейірімділіктің де, сабырлылықтың да шегі бар. Қане айт, күн жүйесінде қанша ғаламшар бар? 11. Оның екеуі көрінбейді. Сондықтан да сіздер 9 ғаламшар бар деп қателесесіздер. Қанша дейді? Ой, шегім-ай. Ей, астроном, сонда мына біз, бүкіл ғалымдар, қателеспіз де, сен әлгі 2 ғаламшарды қайдан көріп қойдың? Әлде сенің жасырын зертханаң, әлде бір жасырын телескоптарың бар ма? Ағай, мұны айтқан мен емес. Қалай сен емес? Ей, сен қазір ғана мені 10 жылдан аса сабақ берген, аспирантураны бітірген, 6 жыл жоғары білім алған мұғаліміңді, мені қойш, бүкіл әлемнің ғалымдарын, Коперниктің өзін түпке тұрғысыз еткен жоқсың ба? Я! Мұны айтқан мен. Жалпы алғанда аспан әлемі туралы білімдеріңіз өте таяз. Қазір мен сіздерге бәрін түсіндіріп беремін. Мұнау күн, ал мұнау ғаламшар. Сатурнның көрінбейтін серігі туралы білесіздер ме? Ол мына жерде, ал екіншісі мына жерде. Міне осылай. Міне, сіздерде 9 ғаламшар бар деп қателесесіздер. Міне, осылай. Жарайсың Тасболат. Сен қалай қиуын қиыстырып айтып шықтың, ә? Мен сәл болмағанда сеніп қала жаздадым. Болашақта қиялшыл жазушы болуыңа әбден болады. Жарайды. Сонымен қиялыңа 5, өтірігіңе 2, орта бағаң 3. Жарайды. Осының барлығын сенімді түрде айтып шыққан ерлігің үшін 4 қоямын. Ал балалар, сендер енді мынаның бәрін, яғни Тасболаттың айтқандарын ұмытыңдар. Өзіміздің 9 ғаламшар бар деген тұжырымға тоқтайық. Түсіндіңдер ме? 9. Ағай, мен сыртқа шығып кетсем бола ма? Бара ғой, астроном. Мен саған айтып едім ғой, сөйлемей отыр деп. Бәрібір 9 емес. Жарайды, маған десең 14 болсын. 14 емес, 11. Түх, саған дауа жоқ. Ей, балақай, сен өзі кіммен сөйлесіп келе жатсың? Мен
Мен жай әншейін. Ал сабағың қайда? Ағайдан сұранып шықтым. Жарайды, бара қой онда. Шамала, аяғыңызды көтеріп беріңізші. Маған кедергі жасамаңдаршы, менде репетиция. Басқа жер жуыңыз, барыңыз. Жуыңыз берейін, тұрыңызшы онда. Тұрыңызшы. Тұрмаймын, репетиция дедім. Тұрсаңызшы енді. Тұрыңыз орныңызға. Тұр! Тұрайын орнынан. Тұр! Тұр! Жұмыстың кезінде ұйықтап жатқан қалай? Кім? Сен! Ой, әші көзім ілініп кеткен ғой, кешіріңіз. Көзім ілініп кетті, көзің. Көзің бақырайып алып ол, ұйқың қанбайды, қатты қыз екенсің өзің. Дүние тану адамды адам еткен еңбектепті. Мұнымен келісемін. Астроном ағайдың айтуынша, біздің күн жүйесінде 9 ғаламшар бар. Ал Тасболат 11 дейді. Ол әрине өз айтқан жоқ, томпақ айтқызды. Бірақ бәрі де жарасып кетті ғой. Оқулыққа сенеміз бе, томпаққа сенеміз бе? Бірақ Чарльз Дарвинде адамдар маймылдан жаралған деп жазды емес пе? Мүмкін емес. Олай болса, қазір кезде маймылдар неге адам болып кетпейді? Я есет, тыңдап тұрмын. Тезірек айт. Алло, Тасболат. Малдарды өріске айдап бара жатырмын. Әй, қосай. Қос, саған емес. Тасболат, оқулықта бізді, яғни адамдарды маймылдан жаралған деп жазыпты. Маймылдан? Оны кім айтыпты? Оқулықта солай жазған. Чарльз Дарвин деген ғалым. Басты қатырмасын. Дарвиннің ата-бабасы маймыл болса болған шығар. Бірақ біздің ата-бабаларымыз сақтар, ғұндар емес пе? Біз текті елдің ұрпақтарымыз. Адамнан тарағанбыз. Түсінің бе? Адамнан? Иә, түсіндім. Дарвин де адам ғой. Қателескен болар. Аспан әлемі, ай жұлдыздар, расында да аспанда қанша жұлдыз бар екен? Мынау 7 қарақшы. Ал мынау 1, 2, 3, 4, 5 темір қазық. 7 қарақшының біреуін жық болсам, 6 қарақшы қалады. Дәмді екен. Тағы біреуін жеп қойсам, 5 қалады. Мен зұлымдықпен күресудемін. Онда тағы біреуін жейін. Зұлымдық азаюда. Бәрінде жеп қойсам ше, аспан әлемінде 7 қарақшы жойылып кетсе, зұлымдық та жойылады. Жұлдыздар неткен дәмді. Бәрінде жеп қояйын. Таң атсын.
Бүгін астрономия сабағында ағаймен сөз таластырғаным дұрыс болмады ау. Жұлдыздардың қасында жүрген Томпақ біле ме, ағай біле ме? Меніңше дұрыс айттым. Мәселе сонда ғой. Бұл әділдік емес. Қарашы, түнгі аспан қандай әдемі. Рас па, Томпақ? Иә, жерден жұлдыздар өте әдемі көрінеді екен. Балалар, осы біз астрономия сабағын оқып жүрміз ғой. Ал ата-бабаларымыз ештеңе оқымай-ақ аспан әлемін түсінген екен. Оқымаса қалай түсінеді? Мысалы, менің жайлаудағы атам айға қарап ауа райын болжайды екен. Атамның айтуынша, аспандағы ай өзіне жайлы жатса, шаруаға жайсыз болады екен. Яғни, жауын жауып, жел тұрып, күн құбылмалы болуы мүмкін. Егер ай өзіне жайсыз жатса, онда ауа райы жылы, жайдарлы, желсіз болады екен. Міне осылай. Онда сенің атаң астрономның дәл өзі болды ғой? Мүмкін, оны атам біз де кезінде өз атасынан үйренген. Ал сендер темір қазық деген жұлдыздың қайда екенін білесіңдер ме? Өзіңше? Әне, анау жеті қарақшының шөміш жағындағы екі жұлдызбен жоғары қарай тура сызық жүргізсең, темір қазыққа келіп тіреледі. Томпақ, ал сендер темір қазықты не деп атайсыңдар? Біз оны жер сумагиден ор деп атаймыз. Ол не деген сөз? Қазақша аударғанда орталық дегенді білдіреді. Біздің галактиканың орталығы сол болып есептелінеді. Өзге жұлдыздардың бәрі темір қазықты айналып жүреді. О, көрдіңдер ме? Демек біздің ата-бабаларымыз расында да астрономияны білген. Әйтпесе, темір қазық деп атын дәл қояр ма еді? Енді сендер жеті қарақшы мен үркер жұлдызы туралы аңызды білесіңдер ме? Жоқ, білмейміз. Білсең айтсаңшы. Ендеше тыңдаңдар. Менің оқыған аңызым былай басталады. Ертелікте үркер деген батыр жігіт болған екен. Ол елін, жерін жаудан қорғап, мұқтаж адамдарға қол ұшын берген жақсы азамат болыпты. Сол үшін халықтың зор сүйіспеншілігіне бөленіпті. Әрине, ондай жігіттің жүрегі қалаған, ұнатқан ару қызы болады емес пе? Ол қыз да күн десе көзі бар, ай десе аузы бар әдемі болған екен. Күндердің бір күнінде үркер жорыққа кеткенде ауылына жеті қарақшы шабады. Сөйтіп үркердің сүйіктісін алып қашып кетеді. Бұл хабарды ести салысымен батыр жігіт қарақшылардың соңынан қуа жөнелді. Міне, жеті қарақшының соңынан үркер батыр әлі күнге дейін қуып келеді. Байқасаңдар, жеті қарақшы таңға қарай көкжиекке ауа бастағанда, шығыстан енді ғана үркер жұлдызы көрінеді. Міне, мәңгілік бітпес қозғалыс. Қызық аңыз екен. Томпақ, сендер жеті қарақшыны білесіңдер ме? Иә, біз оны күнде көреміз, тіпті қасынан ұшып өтеміз. Бірақ сол жұлдыздарға сондай атау беріп, керемет аңызға үйлестірген сендердің ата-бабаларың дана болған екен.
Кені, Үркер батырға алып барамын. Одан да сабағыңа дайындалмайсың ба? Мына Маубас ұйықтап қалыпты ғой. Есет, саған не болған? Аттан, жеті қарақшы ұстандар! Есет, саған не болған өзі? Жеті қарақшы не аспанда? Оны қалай ұстамақсың?